Құрметті Қазақтелеком акционерлік қоғамының басшылығы Батырмұлы Бағдат мырза, Маңғыстау облысының қызметкерлері, компанияның қарапайым қызметкерлері, байланыс инженерлері, техниктер, монтаждаушылар, басқа да бөлімшелердің мамандары, сіздерге осы шұғыл үндеуді жолдауға мәжбүр болып отырмыз. Біз Қазақтелекомның тұрақтылығы мен дамуға адал еңбегімізді күнделікті үлес қосып келеміз. Негізгі мәселе әділетсіздік пен жалақының қадірсізденуі. Қазіргі таңда инфляция мен елдегі қымбатшылық біздің қарапайым жұмысшының қалтасын қағып отбасымызды асыруды өте қиындатып жіберді. Азық-түлік, коммуналдық қызметтер, тұрмыстық қажеттіліктер бәрінің бағасы шегіне жетті. Біздің жалақымыз енді негізгі қажеттіліктерді өтеуге жетпейді. Осындай экономикалық ауыртпалық кезеңде бізге жеткен ақпарат бойынша топ менеджерлер жақында 10 айлық жалақы мөлшерінде қомақты сыйақы алған. Ал компанияның бар ауыртпалықтарын арқалап жүрген қарапайым жұмысшылар небәрі 20 мың теңге берілген. Бұл ашықтан ашық әділетсіздік және біздің еңбегімізді бағалауымыздың айқын көрінісі.